Биыл халықаралық дәрежедегі жаттықтырушы Мұстафа Өзтүріктің туғанына 60 жыл. Осыған орай бүгін оның отбасы мен туыстары Германиядан ұшып келді. Мақсат Алаш топырағына алғаш таэквондо спортын қастерлеп әкелген қазақтың қаһарман ұлының ерлігін ескеріп, есімін қайта жаңғырту болса керек. Мен елге келгендегі әсерімді 1989 жыл алғаш келгенімде үлкен әсер өзім көкте жүрім бе, жерде жүрім бе дегенмін. Одан бері 23 жыл өтті. Бүгін осындай халқымыздың мына аэропортта мынандай қарсы алып тұрғанда, мені сол 1989-да ата-бабам көрмеген Қазақстанның астанасына келгенде қуанышым бүгін сонымен бірдей болып тұр. Шалқып тұрмын, өрдеп тұрмын ел ықыласына. Бүгінде Мұстафа жолын қадір тұтып, таэквондо спортында жеңіске жеткен қазақ көп. Бұл жетістікке Мұстафаның да еңбегі бар екенін есіне алған спортшының жары Нұрила Кабен бүгін ерекше толғаныста болды. Азаматын еске алып, сағынышты естеліктерімен бөлісті. Келіп осы Алматыда жүргеніме өте қуаныштамын. Мұстафаны 60 жылдығына шақырып отырсыздар. Көп рахмат айтам. Баладарыммен келдім. Қазақстанды көп ойлайды. Күнде отырғанда Қазақстанда сөйлеп отырады, кеңесіп отырады, айтып отырады. Dedi баладарымыздан көшіп кетсек деп ойлайып айтып отырады. Бұның бәрі бір жақсылық. Оған енді тақдирлайын жанымызда болмаған үшін мен де өкініштемін. Шетелде туып, қазағым деп өмірден өткен азамат 40 жасында дүниеден озған еді. 2000 жылы Алматыда Мұстафа Өзтүрік атына көше беріліп, 2004 жылы Бесағаш ауылында ескерткіш ашылған. Биыл 60 жылдыққа ескерткіш жаңартылады деп жоспарлануда. Артынан ас беріліп, еске алу кеші де ұйымдастырылмақ. Дәл қазір біз Бесағаш ауылындамыз. Ал мұнда Мұстафа Өзтүріктің 60 жылдығына қызу дайындық жүруде. 23 қараша Мұстафа Өзтүріктің туылған күні. Дәл осы күні мына жерде жаңа ескерткіш ашылмақ. Ақбота Мұсабекқызы, Юрий Проводин, Қазақ Ньюс, Алматы.